Қайырлы күн, құрметті менің оқушыларым. Бүгінгі күнді 1-ші сынып математика 50-ші сабақ сандарды қосу және азайтуды қарастырамыз. 1-ші тапсырмаға назар аударайық. Сурет бойынша неше сөзін пайдаланып сұрақтар құрастыр. Сурет бойынша неше сөзін қолданып сұрақтар құрастырайық. Үстел басында неше адам отыр? Үстелде неше кесе қымыз тұр? Үстел үстінде балалар саны қанша? Суретте неше гүл бар? Келесі мысалға назар аударайық. Сандарды теңдей үш қосылғыштың қосындысы түрінде жаз. Бірінші мысалда 60 саны. 60 саны үш қосылғыштың қосындысы ретінде жазу. Мысалы, 20 қосу 20 қосу 20 60-қа тең. Екінші мысал 30 саны үш қосылғышпен, мысалы 10 қосу 10 қосу 10 мәні 30-ға тең. Үшінші мысал 6 саны үш қосылғышпен, 2 қосу 2 қосу 2 мәні 6-ға тең. Төртінші мысал 9 саны үш қосылғышпен, 3 қосу 3 қосу 3 тең 9. Өзіндік жұмыс. Екінші мысалға назар аударайық. Мысалдарды жазып, оларды есепте. Сандар қатарынан 10 санын жылжыту арқылы есепті шығару керек. Берілгендері 50, 60, 70, 80, 90, 100 саны. Әр қайсынан 10 санын азайтамыз. Есептеп көрейік. 50 азайту 10 40-қа тең, 60 азайту 10 50-ге тең, 70 азайту 10 60-қа тең, 80 азайту 10 70-ге тең, 90 азайту 10 80-ге тең, 100 азайту 10 90-ға тең. Келесі 3-ші тапсырмамызды орындап көрейік. Жұптық жұмыс. Бос орындарға тиісті сандарды қой. Берілген сандар 100, 90, 80, 70. 100 санын қарастырайық. 100 саны 60 пен 40-тың қосындысы, яғни 40 пен 60-тың қосындысына тең. 90 саны. 90 саны 30 пен 60-тың 60 пен 30-дың қосындысына тең. 80 саны. 80 саны 60 пен 20, 20 мен 60-тың қосындысына тең. Келесі 70 саны 60 пен 10, 10 мен 60-тың қосындысына тең. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Топтық жұмыс. 4-ші есеп. Бір бағаның мысалдарын есепте. Сыныптасыңмен дәптеріңді алмастыр. Тексер. Бізге берілгені 3 оқушымыз және оның есептері. 3 оқушымыздың есептерін есептейік. Бірінші оқушы. 50 азайту 20 30-ға тең. 30 қосу 60 90-ға тең. 90 азайту 70 20-ға тең. 20 қосу 50 70-ге тең. Екінші оқушының есептері. 50 қосу 30 мәні 80-ге тең. 40 азайту 30 10-ға тең. 80 азайту 60 20-ға тең. 100 азайту 40 60-қа тең. Үшінші оқушының есептері. 70 қосу 30 100-ге тең. 80 азайту 70 10-ға тең. 40 қосу 50 90-ға тең. 60 азайту 50 10-ға тең. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналымыз ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментарийға түсінбеген нәрселерің болса жаза кетіңдер.